Құмар ойын құрбандары. 2016 жылы құрбым букмекерлік кеңсеге жұмысқа тұрған. Бір айдан кейін мені де қасына тартты. Ақшасы жақсы төленеді. Ауысыммен жұмыс істейміз. Бір хозяинның 3-4 букмекерлік конторасы бар. Ауысып істей береміз. Тек ақшана еге болып, ставка қабылдасан болды. Жұмыс ауыр емес. 2020 жылы конторасы жабылып қалғанға дейін жұмыс жасадым. Спорт ойындарын да қабылдайтын едік. Осы жылдары жасты да, кәріні де, байды да, кедейді де көрдім. Міндетті түрде плюс 21 болу керек. Себебі контораға да, кассирге де қомақты айыппұл еді. Алғашқыда үйден ақша алып шығып кетті, оқудың ақшасын төлемей жоғалып кетті деп баласының суретін алып, іздеп келетін ата-аналарды көргенде жағамды ұстайтынмын. Ақшасы керек емес, балам табылса болды, келіп ойнайтын болса, бір хабарын берші, деп зар илеп жылап-еңіреп кететін аналар да бар. Телефон номерін қалдырып кетеді, бір-бірімізге бармысың бауырым келді, деп қалжыңдайтынбыз. Үнемі таңертең ашыла салысымен келетін бір ата бар еді. Жасы 60-тарда болу керек. Күнде 2000 теңгені қояды. Бірақ сол атаның бірде-бір ұтқанын көрмеппін. Сонда немересіне тәтті кәмпит алып берсе болмай ма, дейтінмін. Контордың орналасқан жеріне қарай өз клиенттері болады. Біз игрок деп атаймыз. Ауыл аймақтан келіп ойнайтындар да бар. Сатқан малының ақшасын тігіп жіберіп, қайтуға ақша таппай, бізден сұрайтындары да бар. Үлкен апайлар келіп онлайн шотына ақша салып кеткенде, айналамда не болып жатқанын түсінбей таңғалатынмын. Ол шотқа ақша салып тұсаңыз, ақшаны шығарып алуға болады екен. Сонда әйелдер де осындай ақымақтық жасағаны жаныма қатты бататын. Мылқау кісілер де келіп ойнайды, қағазға жазып береді, соны қойып береміз. Сөйлей алмайтын бір ағай бар еді. Ол үнемі ставка қойғанда көп тиындармен беретін. Бір күні бір кафеде қыздармен отырсам, бір аға жанымызға ручка тастап кетті. Қарасам сол ағай. Сонда қалам сатып келіп жинаған ақшасын ойынға тігеді. Содан кейін ондай адамдардан қалам алмайтын болдым. Таныстарым, көршілерімді көргенде букмекердің не екенін білгендей болдым. Қайтып келмеуін өтіндім. Бірақ ондай жолды таңдаған адамдар ешкімнің сөзіне құлақ аспайтынын ұқтым. Олардың жаңадан бастамағанын ұқтым. Бір күні бір жас жігіт келді. Үйленген-ау, қолында сақинасы болды. 120 мыңдай ұтылып қалды. Айлығымды ұтылып қалдым, дейді өзі. Енді орнын жабу керек қой. Сол жерде отырып онлайн кредит алды. Онда да ұтылып қалды. Жынданып кімге тиісерін білмей, есікті теуіп шығып кетті. Бір айда 5 миллион ұтылған ағайды көрдім. Түр әлпеті келіскен, тап-таза өзі. Ол ағайға бәріміз ғашық едік. Жақсы жерде жұмыс жасайтыны көрініп тұратын. Өйткені теңгемен де, доллармен де тіке беретін еді. Бір күні таңертең қарындасы келіп жылап алып кетті. Азанға шейін отыра береді ғой сонда. Қарындасы байғұс жалынып, ағатайлап жылап отырып алып кетті. Біз байқамаған адам құсап отыра бердік. Мамасы, бауырлары, әйелі, балалары келіп алып кететіндер көп. Телефонына звондаса, өшіріп тастап отыра береді. Олар үшін жақындары алаңдап отырғаны бір тиын. Азанға дейін ұйықтамай, темекісін бұрқыратып отыра береді. Кейбіреулер отырған жерінде басын столға қойып ұйықтап кетеді. Үлкен ағайлар ойнағандарын абырой көреді. Мақтанып, осынша ойнадым, осынша ұттым, деп отырады. Бар ұтқанын қайта-қайта айтып, ал ол ұтқанға дейін неше рет ұтылғанын ойламайды. Ол туралы айтпайды. Біздерді, кассирлерді адам құрлы көрмейді. Ірі ақша ұтылса, мен сендерді өлтіріп кетемін, жаптырып тастаймын, аямаймын, ақшамды қайтар, деп боқтанып, қоқан лоққы жасап саусағын шошайтып, шу шығарғанда, күзетші ағайлар далаға сүйреп шығарып тастайды. Білгеніңді істе, қолынан ештеңе келмеген соң, осы жерде жүрсін, деп отыра беретінбіз. Бұл жерде жас та кәрі де ойнайды. Тіпті әйел мен күйеуі бірге келіп ойнайтындар да бар. Азарт ойын жасты да,
кәріні де, тіпті мамандықты да таңдамайды екен. Отбасын бар ма, жоқ па, қарамайды. Bir кірсен одан шығу өте қиын. Ешкім келе салып, мындап ойнамайды. Әңгімелерін тыңдап отырсан, бәрінің айтатыны сол. Басында тиынмен ойнайтын едім, түк те кайф болмайды екен, деп отырады. Сөйтіп ставканы көтере береді. Біздікі майда шүйде ғой деп жүріп, сол былыққа қалай батқанын өздері де білмей қалады. Дер кезінде қоямын, деп ойлайды. Бірақ бұл әдет ауруға айналып кететінін ешкім білмейді. Бұл құмар ойын деген қазіргі қоғамда өршіп тұрған дерт болды ғой. Букмекерлерді жапқанымен, онлайн сайттардың көзін құртпаса, ойнағаны ойнаған. Себебі телефонда құмар ойын сайттары өте көп. Күйеуім екеуміз қыз-жігіт болып жүргенде сондай сайттан ойнайтын едік. Кейін екеуміз үйленген соң бірден құлыптап тастадым. Өзім сол жерде істегендіктен соны немен аяқталатынын білемін. Ой, алаң болма, мен жай әшейін тиынмен ойнаймын, дейді алаңсыз. Бәленің бәрі сол тиыннан басталады, деп телефонын алып тазалап тастағам. Енді ойнамауға уәдесін алдым. Егер тағы ойнағанымды естісем, неше баламыз болса да ажырасып кетемін. Менің мінезімді білесің. Bir кетсем қайтып келмеймін. Осыны ұмытпа, деп шарт қойдым. Өзі де пайдасы жоқ екенін біліп, қайта ойнамады. Bir қайнаған бар. Қолына ақша түссе, үйіне келмей ойнап кетеді. Біраз күннен соң сақал мұрты өсіп, жолға 100 теңгесі де қалмай қайтып келеді. Жоғалған кезде мен таныстарыма хабарласып іздеймін. Конторға келсе хабарласшы, деп өтініп сұраймын. Мен аз да болса осындай жұмыс істегеніме өкінбеймін. Әйтпесе көзіме ештеңе көрінбей, жақындарымды бұндай дерттен құтқара алмас едім. Кассир қыздар да бар, ойнайтын. Статья екенін білсе де, орнын жабамын деп ойлап, 2-3 миллион қарыз болып қалатын. Күйеуім екеуміз игрок сериалын үзбей көреміз. Жақсы түсірілген. Басты рөлдегі актер образға кіру үшін казиноға бардым. Ставка тіктім, дейді. Өмірдегі игроктар да осындай. Ұтса қуанғаны, ұтылса жынданғаны бірдей. Сол сериалда ставка тігіп жұмыс жасайтын жігіттер бар. Керемет ойнайды. Артық ақша ұстайды. Бірақ мен олай артық ақшамен жүретін игроктарды көрмедім. Бар ақшасын тігіп, ұтылғанша ойнап кетеді. Неге бар ақшасын тігіп ойнап кетеді? Бір-екі ойнаған соң қою керек қой, деп ойлайтын шығарсыз. Новичкам везет, деген сөз бар оларда. Жаңадан келгенде тисе терекке, тимесе бұтаққа деп ойнай береді. Бір-екі рет ұтса, тағы да ұта беремін, деген үмітпен қайта ойнайды. Сериалда да сондай. Қысқасы құмар ойын туралы білгісі келген адам болса, сол киноны көрсін. Бәрі тап солай. Одан кейін тұрақты игроктарды ұстап қалу үшін неше түрлі акция, лотолар ойнатады бізден. Қандай ұсыныстарың бар, деп ақыл сұрайды. Егер ұсынысымыз ұнаса, 30 мың сыйақы беретін. Бірде ұтысқа көлік ойнататын болды. 16 миллион ұтылған бір аға бар еді. Ұтысты амалдап соған берді ғой. Ұтылған чектерді жинап ойынға қатысады. Көліктен бөлек майда шүйде ұтыстары тағы бар. Телефон, қымбат сағат, ақшалай да береді. Осындай ұтыстардан кейін игроктар қалай келмесін. 7-8 миллион тұратын көлік ұтып отыр. Кейде лотоларды қыздар амалдап таныстарына беретін. Ақшасын теңдей бөліп алады. Тығылып өздері де ойнайтындары бар. Кассадан ақша ұрлайтын қыздар да болады. Қожайынымыз да оңай адам емес қой. Жасырын камера қойып қойған екен. Біліп қойып масқарасын шығарды. Қысқасы қожайындар ақшаларын аямайды. Мысалға олардың бір бөлмеге төлейтін арендасының өзі айына 400-500 мың теңге. Біздің айлық 300 мың. 2016-2017 жылдары бұл қомақты ақша болатын. Күзетшінің өзіне 250 мың теңге беретін. Мемлекетке төлейтін 700 мың теңгесі тағы бар. Одан басқа шығындары да өте көп қой. Интернеті бар, тағы да басқа көп енді. Соның өзінде кассадан 4-5 миллион өз қалталарына алып кететін. Кейде 21 жасқа толмағандар келіп тұрады. Тәте, деп жалынып, қабылдауымды өтініп, мен оларға, қай жерде оқисың? Қазір суретке түсіріп алып, оқуына жіберемін. Әке шешене көрсетсін,
деп ұрсып беретін едім. Болды тәте, кешіріңізші, енді келмеймін деп қипықтап шығып кетеді. Сондағым жастар ойнамасын деп қорқытқаным ғой. Жаным ашып кететін кейде. Қарындас деп жұмсақ сөйлейтіндер бар. Әсіресе ондай ағалар қайта ұтылып жатса, интернетті өшіріп тастайтын едім. 2-3 сағатта бағанағы мысы басылып қалады. Кейбіреулері күтіп қайтып кетеді. Тұрмысқа шыққан соң 1 жылдай сол жерде істеп жүрдім. Күйеуім қарсы болмады. Бірақ аяғым ауыр болған соң шығып кеттім. Елдің көз жасынан қорықтым. Қалада жүрсем, сол клиенттерімді көріп қаламын. Амандасып, кейбіреулері қай жерден көрдім дегенде тесіліп қарап қалады. Алматының тең жартысы таниды сені деп күлетін еді күйеуім. Студент кезімде тойханаларда арзымайтын ақшаға түнгі 1-2-ге дейін істеп шаршап келетін едік. Мына жерде түк істемейсің, 300 мың аласың. Басында күшті жұмыс деп қуанып жүретінмін. Тұрмысқа шыққан соң кішкене есім кіріп, ол нәрсенің дұрыс емес екенін түсініп, қаншама адамның көз жасы бар жерде істеп, қателескенімді ұқтым. Бірақ 2020 жылға дейін істеппін. Мен шықтым, артынша ол конторда жабылып қалды. Бірақ онлайн ойнайды деп естігенім бар. Ал енді осы құмар ойынға деген қызығушылық қайдан пайда болады? Жалпы бұл ауру ма, әдет па, оның емі бар ма? Меніңше құмар ойынға кіріп кетудің бірінші себебі жалқаулық. Тез әрі оңай ақша табамын деп жүріп, қалай тәуелді болғанын өзі де білмей қалады. Жаны қиналып жұмыс істегісі келмейді. Елдің 1 ай күткен ақшасын 1-ақ күнде тауып аламын деп келте ойлайды. Мұқтаждық та бар. Қатты ақша керек болып таппай жүрген кезде осындай ойнайтын досын қызықтыруы мүмкін. Осы қарызымнан құтылсам, қайтып ойнамаймын деп ойлайсың. Бірақ дер кезінде тоқтату өте қиын. Себебі қанша көп ұтқан сайын тағы сонша ұтқың келіп тұрады. Әр ставка қойған сайын осы соңғысы деп ішінен қайталай бергенімен тоқтату өте қиын. Себебі көп ұтқан сайын тағы сонша ұтқың келіп тұрады. Әр ставка қойған сайын осы соңғысы деп ішінен қайталай бергенімен тоқтату өте қиын. Оның үстіне қазір телефонды ашсан, жарпылдап жарнамалар шығып тұрады. Оны көрген соң тағы бір ойнай салайыншы деп қайтадан бастайсың. Қазіргі телефондағы ойындар да құмар ойынға әуес қылады екен. Мысалға Free Fire деген ойында донат етесің. Ақша салуды осылай атайды. Мұнан шалмаз беремін, персонажына киім беремін деп қызықтырады. Алғашқыда 100-200 теңгемен басталады. Одан кейін ойнаған сайын қызықтырып, 1000-2000 теңге салып басқаларға қарағанда ең крутой персонаж сатып алып, сол бір мақтаныш сияқты. Басқаларға мақтанып, статусына қойып, бала да өзін крутой сезініп адасады. Осы ойынды зерттеу үшін мен баламның қасына отырып, ойынға қызыққан адам құсап бірге ойнадым. Мынау не үшін? Мынау не? Анау не? деп сұрасам, мақтан айтып береді. Егер мен донат етсем, мына алмаздың бәрі менікі болады, дейді. Осынша алмазды не істейсің десем, ой мама, от шашатын мылтық аласың, персонаждың аяғына мықты кроссовки аласың, басқалардыкіне қарағанда менікі крутой болады, дейді ғой. Балама түсіндіріп айттым. Бірақ әлі де ойнайды. Бұрынғыдай емес, азайған сияқты. Нағыз азартқа үйрететін ойын екеніне көзім жетті. Мен мектепке берген тиынға донат етуші болма десем, ой мама, біздің балалар көп ақша салады, PlayStation'ге барып ойнайды, мен ондай емеспін ғой, дейді. Соларға қызығып, құдай ұрып қалмасын, деймін. 7 мамырда сыныптастармен отырыс жасапты. Қыздардың жинаған ақшасы жетпей қалып, олар 1000 теңгеден жинаған. Сыныбындағы 2 бала олардың жинаған ақшасын алып, өтірік ұрыс шығарып екеуі PlayStation ойнауға кетіп қалған. Сонда оларға мына отырыс та, сыныптастары да, дастархандағы тәттілер де қызық болмай тұр ғой. Оның орнына ойынды қызық көріп тұр. 13 жасар балалар. Міне, құмарлық осындайдан басталады. Үйінде ойнатпаса керек. Басқа сылтаумен ақылы ойнап жүр. Деген өте қауіпті.
Негізі құмар ойынға кіріп кеткен адамға көбіне көңіл бөле бермейміз. Оны жай құмарлық деп те ойлаймыз. Бірақ бұл тек қана құмарлық қана емес. Бұл үлкен дерт, ауру. Осыны ұмытпау керек. Бұның соңы жамандыққа келетінін білу керек. Құмар ойынның ақыры өз-өзіне қол жұмсау, отбасынан ажырасу, ата-анасынан бас тарту, қылмысқа бару, ұрлық жасау, наша сатумен айналысып, тепе-теңдікті сақтай алмай қалуы мүмкін. Ондай адам тірі өлік сияқты болады. Яғни сырт көзге әдемі көрінгенімен, ішінің бәрі алай-дүлей күйде жүреді. Өмірге деген қызығушылық пен құлшыныс жоғалып, тек ақша табу мен ставка қоюдан басқа ештеңені ойламайды. Ата-анасы мен бауырғарына, тіпті сүйіктісіне де көңіл бөлмей, өз алдына бір әлем болып жүреді. Ондай кезде жақындар көмекке жүгіну керек. Кеш болмай тұрғанда жақыныңызды бұл аурудан құтқару тек сіздің қолыңызда. Оны жазғырып ұрсып, жанжал шығарғаннан пайда жоқ. Ақылмен шешуіңіз керек. Құмар ойынмен ауыратын адамның алғашқы белгілері қандай? Біріншіден, ақша сұрай беруі мүмкін. Екіншіден, өтірікті көп айтып, түрлі сылтаулармен сытылып кетуге дайын тұрады. Үшіншіден, ашуланшақтық, не айтсаңыз да жақтырмай, агрессия танытуы мүмкін. Төртіншіден, үйден бағалы зат жоғалуы мүмкін. Сіз оны көршіден немесе үйге келген адамнан көруіңіз мүмкін. Бірақ өз адамымыз үйден зат ұрлады дегенге сенбейміз ғой. Бесіншіден, түнде кеш келіп, тіпті кейде таңға жуық келуі де ғажап емес. Сол кезде сіз ашумен емес, ақылмен шешіп жақыныңыздың не бітіріп жүргенін өзіне білдіртпей бақылауыңыз керек. Көзіңізге тура қарамай тайдырып әкете беруі мүмкін. Яғни ондай адам өз-өзіне сенімсіз болып, қылмысы білініп қоятындай шалтақтап тұрады. Әсіресе ойнайтын кезде асығып қипықтап кетеді. Құмар ойын. Ол да нашақор мен ішімдікке тәуелді адам сияқты. Мысалға, түнімен ішіп басын жазғысы келетін адам бас жазатын ақша таппаса, үйіндегі соңғы затын сатуға дайын тұрады ғой. Нашақор да дәл сондай. Оларға өмірдің құндылықтары бір тиын. Махаббат, сезім, жанашырлық, мейірім, мақсат деген құнды дүниені ұмытып кетеді. Санасы уланып, жүректері қарайып, адам деген аттан жұрдай болып кеткенін өздері де байқамай қалады. Кеше бұл мақаланың бірінші бөлімін шығарғаннан бері жекеме шыққандар саны өте көп. Біреуінің баласы, екіншісінің бауыры, енді біреуінің күйеуі. Қарызға кіріп кеттік, дейді бір ана. Не істерімді білмеймін. Ұлымды құтқарғымақ келеді. Бірақ мені тыңдамақ түгілі маған бұрылып та қарамайды. Менің ұлым емес, орнына басқа біреуді ауыстырып кеткендей, деп жылап отыр. Бауырым мектепте үздік оқыған, сондай тәртіпті балалардың бірі еді, дейді 22 жасар баланың әпкесі. Бауырымның құрдымға кетіп бара жатқаны жаныма батады. Әкемізден ерте айырылғанбыз, анам байғұс. Енді қызығымызды көремін ба деп отырғанда жүрісіміз мынау. Мен тұрмыстамын. Бауырым бізді адам құрығы көрмейді. Үйге апталап қонбайды. Анамды да өзінде қарызға белшеден батырған. Біз өз күнімізді әрең көріп жүрміз, деп отыр. Осындай хат жазғандар көп. Менен бір көмек күткендей. Қолымнан келсе оларға көмектескім-ақ келеді. Әттең, жаным ауырады. Қазағымның жастары құрдымға кетіп бара жатқаны алаңдатады. Сонда да деймін да, осы букмекерлерді мүлдем жауып тастаса болмай ма? Лицензиясы болса да ашқызбаса, 700 мыңдай салық төледі деп, жастардың өмірін тозаққа айналдыра бере ма? Сондай жолға түскен жастарды емдеп, көмектесіп, жұмыспен қамтыса болмай ма? Біздің жұмыста да құмар ойынға кіріп кеткен сұр бойдақтар өте көп. Оларға қарап жаным ашиды. Әп-әдемі, тепсе темір үзетін жігіттер, айлықтары да жоғары. Бірақ сол айлықты алған күні жоқ қылатыны өте өкінішті. Бір ер азамат оқырманым айтады. Мен де сондайлардың құрбаны болғанмын. Бірақ өзімді дер кезінде тоқтата білдім, дейді. Алғашқыда қиын болғанымен, кейін есімді жидым. Арты жақсылыққа апармайтынын түсініп, кетіп қалған әйеліммен қайта қосылып, екеулеп қарызымыздан құтылдық. Қазір жер алып, үй соғуға әрекет жасап жатырмын, дейді. Қандай керемет адам. Ерік жігері мықты болып тұр ғой сонда. Ешқандай емсіз-ақ
өз-өзін жөнге салған.